Selam dostlar, başınıza hayırlı gün. Bugün biz dalaga chiqdik, mына жерге домга keldik. Негизи biz жетімде тұрамыз ғой. Бүгін 24 сағат далада боламыз. Сияқ па ене? Biz bana acımızga barib demlab keldik. Kiyim келдік, ya сосын мына жердегі неге істедік. Енді біз далада боламыз. Бүгін 24 сағат дала қараңғы. Осы жерде қазір күшті қызықты нәрсе көрсететін боламыз. Ақберентай, жаным, зирегім. Абайла, жай. Ой! Жай істе, жайым құлақымыз жан. Acımızdan iğne, biz acımızga barib adam жұмысы алып, biz бағана тексеріп кірдік, ешқандай құртпама жоқ. Иә, құрт бар ма жоқ па тексеріп келдік достар. Егер сендер де солай тексеретін болсаңдар, дәрігерге қаралыңдар. Жай балым. Наяқтан келдіңіз сіздерге? Абайла құлақама. Сіздерге достар айым бір нәрсе көрсетейін дейді. Қазір біз үшін далада боламыз. Осы жердің барлығында ойнап күніміз көрсетейін. Вау! Абайла қызым. Мына жерде машинаны дауыстап қатты естіледі. Болды ма? Мына жерде айым кетіп бара жатыр. Dostlar, mına aklımda domba köşesi. Sonuçta bizi андай dostlarımız bolsa kompüter öğretmenimiz de sizlerin videonuz. Ал, достар, қыздар не істеп жатсыңдар? Қыздар маған қараңдар. Айым бергесей. Осы жерде таңға дейін боламыз, 24 сағат білесіңдер ма? Жора қалмайсыңдар ма? А? Тамақ ішпейміз, шай ішпейміз, су ішпейміз, осы жерде 24 сағат боламыз. Айым, тұса ғой. Супермаркетке баруға болмайды. Айым, қарасай да маған. Осы жерде 24 сағат боламыз, таңға дейін. Су ішпейміз, тамақ ішпейміз. Қалай қарайсың, шыдайсың ба? Айым, қуанышты. Жаным. Көканай. Жаным. Осылай достар, даладамыз бүгін. Өзімде де бір көрсетіп қояйын. Күшті ойнап жатыр балалар. Іші пысқапты, күн бізде өте әдемі жылы, күшті болып тұр ғой. Қақамаңдар, арқаңнан айын келе жатыр. Ой, абылан. Осылай күшті ойнап жатыр достар. Әлі келгенімізге жасақтан асып кетті достар. Арқаларынан қуалап жүре алмай жүрмін. Олар біраз болған далаға шықпағанына ше. Қыздар, сәлем. Айым, сен басына киіп алшы, жаураған жоқсың ба? Басына киіп ал, дала жеп жер ондай. Басың, құлағың ауырып қалмасын қызым. Басына киіп ал. Не істедің қызым? Анам, ұшып түсіп көлік ауырып қалды. Ей, жай. Қақаманда бір жерін алып қалмасын қыздар. Мамочка. Мұздай емес екен, Ақбаян. Сәлем достар, Ақбаян мен Айым каналына қош келдіңіздер. Бүгін достар, мен Ақбаян мен Айымға өте пранк жасағым келіпті. Қызық, олар азаннан бері демалыс болғаннан кейін үй жинадым, тамақ пісірдім, қолым тиген жоқ, олар маған азаннан бері анашым видео түсірейікші. Қандай видео түсіреміз деп сұрап қоймай жүрген. Жаңа есіме түсті достар. Бірінші пранк жасайын оларға. Бірінші Ақбаян Айыма кезектесіп жасай берем, жеке емес. Сол себепті менімен бірге болыңыздар. Қандай пранк жасасам болады, жаза кетіңіздер достар. Мен үшін ол өте маңызды. Достар, бірінші пранк қазір стаканға су құямын да, мынандай ақ шой пленкамен бетін жауып қоямын да, Ақбаянға су шашып бергендей боламын. Өте қызықты болады деп ойлаймын. Қазір эмоциясын бірге көретін боламыз. Достар, осы пранкты қазір мен Айымға жасағым келіп тұр. Қазір барамыз, ол ойнап жатыр. Айым, не істеп жатсың? Айым. Ой, мен құлап бара жатырмын. Жаным, достар, түсіріп үлгере алмай қалдым. Бүгіліп қалғанмын басын бәрін. Ақберен.
маған. Таяқ тығып алмаңдар қызым, жарай ма? Не істеп отыр достар, қарасаңдар. Ой, жерге төгіп жатыр ғой мынау қызым. Достар, менің келесі пранкым ойыма мынандай ой келіп тұр. Ол Ақбаян ана апайлар дәптерін біреу ұстағанды, сызғанды жек көреді, жылайды. Кішкене бір дәптерін бір нәрсе болып қалса, сіңілі інілері бір нәрсесін алып қойса жылайды да. Сол үшін мен мынандай пранкты жасадым. Ол тазалық пранк болады достар, қарасаңдар. Мына жерде мынандай пішуі пленкамен жинап бетін бітіп қойып қойдым да жазу дәптеріне. Қазір мен бір інім мынаны сол келіп қойдым. Бір інім мен ішіне төгіпті, қарашаман болып қапты деп айтатын боламын да. Бірақ ол дәптеріне өтпейді. Осылай қазір жылайтын болады.